Атыраудағы алдыңғы қатарлы жеке меншіктегі Тағылым мектебі жаңа оқу жылына үміткерлерді қабылдайды. Мектеп директоры, тәжірибелі педагог, ұтқыр ұйымдастырушы Есенгулова Рулана Атласқызы. Білім беру нысанында 30 мұғалім жұмыс істейді. Олардың 6-ы мұғалім зерттеуші, 9-ы мұғалім сарапшы, ал қалған 7-і мұғалім модератор. Мектебіміздің 3 бірдей ұстазы Қазақстан Республикасы білім беру ісінің құрметті қызметкері атағын алса, 4-еуі Абырай Алтынсарин атындағы медальмен марапатталған. Тағылым мектебі мектеп алды даярлық тобынан бастап, Қазақстан Республикасының білім беру заңына сәйкес жалпыға бірдей міндеттелген оқу стандарты аясында 11 сыныпқа дейін оқу тәрбие жұмысын ұйымдастыруға құқығы берілген. Оқушылар толыққанды күн режимінде таңғы 8:00-ден кешкі 18:00-ге дейін мектепте білім алып, қосымша үйірмелерге де қатыса алады. Тағылым мектебі қазақ және орыс тілдерінде тең білім беруді ұстанады. Біздің драмалық театр өнері шахмат, хореография, домбыра, футбол бойынша қосымша үйірмелері бар. 3 мезгіл тамақтану, балалардың қауіпсіздігі үшін бейне бақылау камералары, ата-анамен ұдайы байланыстағы жылы жүзді педагогтер сеніміңізді ақтайды. Біздің миссия оқушыларды пәндік олимпиадалар мен ғылыми жобаларға баулу арқылы толыққанды тұлға болуына қолдау көрсету. Тағылым мектебі, жарқын болашақ осы жерден бастау алады.